Салауаттың қай түрін айтсам жақсы болады дейді. Бәрі жақсы, айта бер жаным. Күйеуім маған айтпай тоқал алып некесін қидырыпты менен жасырып дейді. Енді тұқ жоқ қой. Тұқ жоқ. Ұстаз дейді, үйдімді ремонттауға 1 миллион ақша жинап қойғанмын. Сол ақшадан зекет берем бе дейді. Жоқ, бермейсің. Бәріміз ойлап отырмыз. 1 миллион жинап қойыпты ғой деп. Ақша жинап қойып едім десеңші. Доброе утро. Когда же примут на государственном уровне одевающих хиджаб? Это неправильно. Эти течения портят семью, дейді. А что? Панки, гомосексуалисты, лесбиянки, они не портят, как вы думаете? Которые вообще чужды для нашего народа. Различные течения, уподобление южнокорейцам, покрашивание волос, одевание мини-юбок, полураздетыми, вне нравственности ходят. Они не портят семью, как вы думаете? Семью не портят они, да? Вот полы, там, чуть ли, как в пляже ходят девушки. Они не портят семью? Мужиков они не портят, как вы думаете? В вашей семье такого не было, да? У близких. Я не видел, чтобы мужчина побежал за одевающим хиджаб, за девушкой прям бросил семью и убежал к ней. Да это не было. Тогда никогда не было такого. А за вот этими открытыми все могут побежать. Даже мулла может убежать за ними. Поэтому, мне кажется, хиджаб здесь, то, что вы говорите, абсолютно неуместно. Имплант салдыру харам ба дейді, что? Но харам деген сөзді көп қолданасыздар өзі. Діннің ғұламалары харам деген сөзді қолданбай өткен. Көбінесе былай тікелей Құранда нақты болмаса, бүйтіп харам деген сөзді айланып өткен, да, мәкрух деген сөзді қолданған. Сәл әдепсіздіктеу деп. Біздікі прям кесіп тұрып айтады да, харам дегенде мен өзім оқығанда қорқам. Біріншіден. Екіншіден, имплант харам емес. Кім айтты харам деп? Телефонға қарап дейді, намаз оқыса бола ма дейді, үйренгенше дейді. Әлбетте болады. Бірақ одан да жақсысы телефондағыны қағазға көшіріп жазыңыз. Бір тетрадта арнап, тетрадқа жаз. Содан кейін сол тетрадыңда конспект болады. Өйткені сіз телефоныңызда реклама қосылып кетуі мүмкін. Біреу звондап қалуы мүмкін. Мысалы, сіз намаз оқып жатсыз. Телефонға қарап оқып жатсың, иә? Сол моментте біреу звондады. Звондағанда мен сізге айтайын. Анау сіз оқып жатқан нәрсе жабылып қалады да, звонок көрініп тұрады. Сол кезде не дейсіз? Алхамдулилляхи роббил аламин, ар-рахман рахим, входящий звонок, малики яумидин болады. Басып бергенде малики яумидин болады. Баспай тұрып, сонда не болады? Сол үшін телефондағыны ерінбей көшіріңіз қағазға. Сонда жақсы болады. Ол памятке де жақсы. Құранға деген махаббатты қалай ашуға болады? Жалқаулықты жеңе алмай жүрмін. Сол оқумен жеңесің. Көп оқумен жеңесіз. Түсімде Қағбаның қасында жүрмін. Тамаша. Жақсы нәрсенің қасында жүрсің сен. Жақсы сөз тыңдап жүрсің. Осы тыңдаған уағыздарың болады. Иншалла, ар жағы сол үлкен қажылыққа ұлассын. Ұстаз, енем күйеуімді қызғанады дейді. Өз баласын қызғанады. Қарама, сен еркексің, мамасы қарасын деп. Соған ол нәрсе қатты тиеді дейді. Ол нәрсе қатты тиеді. Балаға да әкесіне мейірімі қажет қой дейді. Балаға ма? Енді айта береді, өзің айтып жатсың, қызғана береді. Сен күйеуіңмен жақсы бола бер. Күйеуіңді жек көріп кетіп жүрме, мама айтты. И мамасын да жек көрме. Ол табиғи нәрсе, аналық мейірім шектен өтіп кеткен. Ештеңе етпейді. Сөзін терме, сен де жақсылық жасай бер бата. Жақсылығын жасай бер. Санама жақсылығында Алла қайырын берсін. Ой, мынау не болды? Ассаламағалейкум дейді. Хиджаб орамал кигенімді жолдасым қаламайды дейді. Үйде кимейтін шығарсың, сен надеюсь. Үйде киме, көшеде ки, Алланың әмірі. Одан кейін ол Алланың бұйрығы жаным. Қап-қара киме, әдемі болып киін, таң намазына тұра алмай жүрмін, кеш оқимын дейді. Уақыт шығып кетсе қаза болады.
49-дан мүшелге кіре ме, шыға ма? Шығады. Ененің разылығы керек па бізге дейді. Өй десеш, керек болмаса не? Қужбе, сенің вообще керегің жоқ маған. Вообще маған сөйлеуші болма деп айтайын деп пен? Керек, конечно, керек. Не сөз ол? Керек жоқ па деген. Керек бар ма вообще? Керек. Саған соның күйеуі керек, мамасы ше. Ана бір интернетте көзім шалып қалды, бір орамал таққан қыздың солай сөйлеп отқаны. Оказывается, вообще онда. Олай сіз олай ететін болсаңыз, онда оказывается, вообще еркек адам бірақ әйелмен қалуға болмайды екен ғой. Оған да екі әйел алу керек екен. Ал егер вообще сен тамақ істеуге міндетті емес екенсің ғой. Міндетті емессің. Онда ол тамақ істейтін тоқаласын онда. Сол бола ма сонда ерегісі? Бұл не сөз? Бір жігіт сөйтіп айтады ма? Бір әйел, мен оказывается тамақ істеуге міндетті емес екенмін. Даже на то пошло, балаңды емізуге міндетті емес екенмін. Мен только туып беруге міндетті екенмін. Даже и то міндетті емес. Онда бала туатын тоқал алдырып бер онда. Онда тамақ істейтін, енесіне қарайтын тоқаласын онда. Сен не боласың сонда? Ондай болмайды жаным. Сенікі, менікі, мен обязана, я не обязана дегеннен қою керек жаным. Саламатсыз ба, күйеуім 3 рет талақ деген дейді. Біреуге келетін десем, ешкім білмейді дейді. Неге білмейді? Қазір көрейік, үйге кететін кезінде жіберіп алып алған. Енді өкініп жүр. 3 баламыз бар, 3-шін босанайын деп жатырмын дейді. Енді ол бала некесіз туған есептеле ма дейді. Күйеуіңмен барыңыз мешітке. Жауап беріп қойыңызшы, ұстаз, абысымды түшімде қабырға өзіні қойып жатқанын, түші батқанын көрінген емнені білдіреді. Қабырға батқан деген сөз бір сөзден, бір адамның көңіліне қауыр деген бір іштің башталышы, бір іштің түгеніші деген сөз. Демек, ошыдан шықты, Ибн Сирин рахимахулла не дейді? Bir адамды қауырға қойғанын көрген, ал адамның вадасында, аннан кейін сөзінде bir жерде шықпағандық бар. Эми bir адамға вада беріп орындаған, я да қылбаған. Ошындай қылам деп қылбаған, аны адақтайды, нәзір дейді. Ошындай нәрсе қылбағандығына далалат қылат деп жазған жері бар. Ұстаз дейді, мына қырғыз ағайындарымыз, мені кешіріп қойыңызшы дейді, сізді ғайбат қылған едім дейді. Аллаға мың шүкір, Құдайға мың шүкір тауба қылғанымызға. Мен деген әр күні кешінде ұқтар малдың алдында, Құдайым, мені ешкімге асылдырба, мені ғибат қылған, ұшақ қылған, кеп сөйлеген ешкімге асылдырба. Алынген Аллар да маға асылбасын, Құдайым деп осындай дуадабыз. Яғни мен ешкімді маған ешкім асылмасын, мен де ешкімге асылмай қойын, я Алла, деп айтамыз. Так что проблема жоқ. Рахмат саған. Ұстаз, Аллам разы болсын дейді. Екі дүниенің бақытының нығметіне бөленіңіз дейді. Ұрпағыңыз мың жасасын. Амин. Барлығымыз бірге жасайық. Алла қайырын берсін. 66-36 әскери бөліміне барыпсыз дейді. Балаларымыз қалай екен дейді. Жақсы екен. Өте жақсы екен. Бірақ кішкене балалардың барлығы жүректері нәзік, сіздерді сағынған, мені көргенде мамасы папасын көргім көп, өткенде бір әскери бөлімде жылап жіберді бір-екі бала. Оларға қарап, мен жылап жібересіздердім. Сонымен отырдық жылап, бір-бірімізге қарап, жылап, көзіміз жасым сүртіп. Ондай болмайды. Сол үшін бұнда бала өсіріп отқан аналарға айтып отырмын. Балаларыңызды қатты көкірегіңізге қыса беріп, ертең барған жерде жылап, отан қорғайтын жерде жылап жүрмесін. Ондайға балаларды тәрбиелемеңіздер. Балаларды елдің баласы қылып тәрбиелеңіздер. Жат жерге бара алатын, елін қорғайтын, сол үшін жан беріп, жан алатын кәдімгі қазақтың нағыз ұлтжанды, иманды, салихалы перзенті қылып, бүкіл мейір мұсылмандарға мейірімді, сондай бала тәрбиелеңіздер. Тамаша болады сонда. Балаларыңыз аман, әскери басшылар жақсы қарап жатыр екен. Қазір командирлердің өзі бүйтіп қарайды балаға. Ойбай деп, бәрі нервный шетінен балалар. Сондықтан балаларыңызды қарап тұрам. Мен өзім сол әскери бөлімдеріне өзім жиі барам. Маған ондай тізім бермейді, мен бірақ қазақтың, біздің қара көздеріміздің армиядағы жағдайын барып көргім келеді. Өйткені елдің ішінде сөз көп. Оларға тамақ бермей қояды екен, сухой паяқ бермейді екен, дағы
дейді, дедовщина бар екен деген сияқтыларды барып, соны өзім көзіммен көріп, отырып, сөйлесіп, соңғы жерде барғанда өте ыстық болды ішінде, вентиляция жоқ, жаңылмасам 2 сағаттың көлемінде өліп қалды, үстім аққанда су болып ағып кеттік. Бірінші рет сондай болды өзімде, енді ыстық жердің талай жерін, бірақ онысы 200-300 бала бір жерде отыру деген масқара ғой, бір залдың ішінде. Бірақ сөйтсе де сол Аллах куә, сенің рызалығыңда, Алла бір тозақтың, бір оттың өшірсін деп, сол біздің қара көздерімізге бүкіл Қазақстаннан жиналған балаларға жақсы сұхбат құрдық. Балам сөйлемейді, 4-ке келгенде қандай дұға, тілін тартқызып қойыңыз мешітке барып, молдаларға. Тұрмысқа шықпаса болмай ма дейді, болмайды. Біреу алам деп тұрса, шығу парыз болады. Егер ол иманды салихалы болса. Жоқ, мен осы беттен тұрмыссыз кетеміз деп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға да келген кезде, пайғамбар Аллахтан, мен пайғамбармын, менің үйім бар, менің бала шағам бар, менің әйелім бар деп айтқан. Сондықтан, жоқ, мен үйленбей кетем Алла үшін деген ол ақымақтық болады, ол дұрыс емес. Үйлену парыз, тұрмысқа шығу міндет болады, баталар, шығу керек. Ұстаз, қуанышымызды, балаларымызды статусқа салып көрсетуге беруге бола ма дейді. Сол нәрсені жақсы нәрсе емес еді негізі. Бақыт, қуаныш, тыныштықты жақсы көреді ғой өзіңіз. Енді сізге мақтану керек, бәріне көрсету керек. Туысқандар деген группаға жібер, болды енді. Ұзақ депрессияда болған адамда не істеуге болады? Оны алып шығу керек, о жақтан депрессиядағы ол кішкене иманның әлсіздігі, одан кейін барып ол жердегі проблема бір тұрақтылықтың, бір нүктенің жоқтығы. Адамның өзінің бір ұлы тоқтататын жерінің орын ориентирін дұрыс қоя алмағандық. Оны бір жақсы сауатты имамға апарсаңыздар, түсіндіріп айтып қояды. Ұстаз, көп заттан көп ерінемін, намаз бастағым келеді, еш сәті болмай жатыр дейді. Мысалы, саған ажал періштесі келсе, өліміне хабар келсе, енді бүгін өлесің десе, мен уақытым жоқ, мен вообще бүгін өлмеймін. Ты че, мен ойнап жүрмін ба? Бір реті келмейді өлу. Бір өзім өлгім келетін уақыт болады, Құдай қаласа. Сол кезде саған айтам, сол кезде сен кел деп айтасыз ба? Бір қиыншылық, милиция келсе саған, мен қазір сенімен сөйлесетін уақытым жоқ, айналайын милиция. Мен бір өзі шақыртам сені. Сол кезде өл деп айтам ба? Қызықсыз. Намаз ол сіздің сәті келе ма, сіздің настроениеңіз бар ма, көңіл қошыңыз бар ма, көңіл қошыңыз жоқ болған қарамайды, ол Алланың бұйрығы. Мен де қошым болмай қалады кейде. Сонда не, мен көңіл қошым жоқ, кейін бір қошым келгенде оқимын ғой, құдалар келгенде деген не сөз ол? Ондай болмайды бота, ол міндет ол. Көңілің бар ма, көңілің жоқ па, Каспийде ақша бар ма, Каспийде ақша жоқ па, оған қарамайды. Мен ойнап жүрмін ба деген болмайды жан. Аға дейді, күйеуім мені алмай тұрып дейді, басқа қызды бұзып қойған екен дейді. Ой, сен не шаруаң қалды жақта, мейлі енді. Оны біліп жатырмын, енді біліп жатырмын дейді. Мамасы мені таңда, ол мені таңда. Тыңдағанымен ұрыс керіс қанша рет ажыраса жаздадық, енді ол қызды көп айтады мамасы дейді. Ондай болған жоқ. Мамасы сен енен жыныңа тиіп айтып жатыр. Соны алу керек еді. Қараңғағыр сенің осындай екенін білген жоқпыз. Сенің долы екеніңді білген жоқпыз. Сенің осындай жынды екеніңді білген жоқ. Айта береді. Енеңмен жалғаспа. Ол бос сөз ол. Шын болса да сенбе. Үйленгім келеді дейді. Қыз жоқ дейді. Ана аккаунтта қап-қара фонды алып, өзің әдемі суретіңді қойып қой. Мына жерде отырғаннан бәрі қарайды қазір. Эфирден кейін уже кіріп отыр бәрі. Қандай бала екен деп. Құдай қаласа кеттің, үйленесің. Жақсы жарды қалай таңдаймыз дейді. Әкесіне қарап таңдайсың бота. Әкесін сыйлаған, әкесін құрметтеген қыз сені де құрметтейтін болады. Әкесі жоқ болса, анасымен ортасында мәмілесі қалай, соны қара. Намаз оқимын, бірақ өтірік оқып жатқан сияқтымын. Ойым басқа жаққа бөлініп кете береді дейді. Сөйтіп жеңесің бұл нәрсені. Нұр шашқан ерді көрдім аспаннан, сол пайғамбар ма дейді. Сондай жақсы ой ойлап қояйық, Құдай қаласа.
Кемерден сәлем дейді. Охо, әне. Біздің ағайындар Кемерде жүр. Ұстаз, балам ажырасып кетіп еді дейді. Енді мүлдем қосылмаймын дейді. Енді талақ айту керек па? Әлде жүре берсін ба дейді. Сіз анасыз. Шама келгенше қосыңыз баланы. Менің ризалығымды қаласаң, балам, сол бір қазақтың қызын жылатпа деп кішкене белден басыңыз. Жылатпаңыз. Одан жақсысын табатынына күмән бар. Бірақ бір адамға әлбетте өмір тірелмейді. Шама келгенше қосушы болып көріңіз. Енді болмай жер тепкілеп жатса, онда талағын берсін. Мен іш киім тігіп салтам дейді. Инстаграмға қоям, модельдерді жолда түсірем суретке, сөйтіп Инстаграмға салам, реклама қылам дейді. Ол күнәма дейді. Ой. Қазір ол іш киімдерді көре беріп, магазиндерде, манекендерде өз көзіміз үйреніп қалды. Бүйтіп қарап тұрып, моделін оқи беретін болдық қазір. Балаларға дейін жаттап алды. Жақсы нәрсе емес. Жақсы нәрсе емес. Не айтайын енді? Астағфирулла. Елестеп кеттім да? Қандай тігеді екен деп. Сондықтан не айтамыз енді? Жақсы нәрсе емес енді ол, бірақ жараныңыз, нан табуыңыз солай болатын болса, ең болмаса шетінен білмеймін, 12 плюс па, 13 плюс па, 14 плюс па, сондай ограничение қойып қойыңыз. Солақай балалар туралы дейді. Солақай балалар да оң жаққа үйрету керек. Оны ең бірінші тамақтан үйреткен жақсы болады. Тамақтан үйреткен жақсы болады. Көп ауыра берсе, дейді, дәрігер пайда бермесе дем салдырыңыз дейді. Мә дейді, жауап беріңізші дейді. Көрмедім, кешірім сұраймын. Осын жазғанша сұрақ жазғаныңызда дұрыс болатын еді. Күйеумен бірге мешітке барсам дейді. Болады ма? Әйелдерге парыз емес деп алмайды өзімен дейді. Барса болады. Парыз емес, бірақ барсаңыз болады. Күйеуіңізбен бірге барыңыз. Намаз оқығанда өте көп есіне беремін, ұйқым қысады дейді. Бұл кішкене көзден кірнеленіп қалғанның белгісі болады. Бала туылғанда қой соғу міндетті ме шариғатта дейді. Кәдімгі намаз оқу, ораза ұстау сияқты парыз емес, бірақ ары көтерілсе сүннетке жақындайтын амал. Етекір кезінде дұға оқысам бола ма? Болады. Сәлеметсіз, намаз оқығанда жай намазды бір нәрсе көрінеді дейді. Сол жай намаздағы бір нәрсе көрінетін жерге ең арзан мынандай салфеткалар бар ғой. Мынандай салфетка сатып аласың, үйде бар шығар. Осыны бүйтіп жұласың. Соның жаңағы бір нәрсе көрінетін жер бар ғой, сол жерге бүйтіп қойып қоясың, болды. Соның үстіне оқи бересің басыңды. Егер мынадан да өтіп көрінетін болса, онда бүйтіп айландырып аласың жай намазды. Мына бас жағы тұрған жағына аяғыңмен басып тұр, көзің елескен жасам мына жағына бар. Онда да болса, онда жай намазды бүйтесің да аударып алып оқи бересің. Проблема жоқ. Тағы не істесе болады. Бірақ жаңа жай намаз сатып алма. Содан кейін ол бір жай намаз сатып алды, жұмысы көп оның, ақша кетір. Ақша кетірме, ақшаңды өзіңе жарата бер. Бірақ бүйтіп айландырып оқи бер. Болды. Сүре оқығанда, дуа жасағанда есіней беремін, ол қалыпты жағдай ма дейді. Жоқ, қалыптылық емес. Кейбір кезде өзіңді жандырып жіберетіндер бар. Кекіріп, ол жақсы нәрсе емес. Соны басуға тырысыңыз. Өтініш жауап беріңізші, сенбі күні мешітте боласыз ба, қабылдауыңызға баруға бола ма дейді. Сенбі күні менде сапар бар ғой деймін. Жоқ, ертең келіңіз, түске дейін, ертерек. Маған алдыңғы сменде жиенім 8 литр кола берді. Енді менен сұрап жатыр дейді. Алып бер. Қарақалпақстан дейді. Бізде Зухрдин деген мақсым бар дейді. Зухрадин мақсым бар. Жолыңды ашаман, арақ қойдыраман дейді. Бұл рас па дейді. Мен білмепман. Зухрадинді танымапман. Мен қайдан біле жақ?
Мен Зухрадинді білмеппін. Мен бара жақ болсам, көре жақ болсам айта жақ едім. Мен енді барған жоқпын, жаным, көрген жоқпын, қалай айтам, айтшы. Сен ортада қанша граница тұр, сонша границаның ар жағын айтасың, мен білмеймін. Иншалла бара жақпын. Бара жақ болғанда қазір ойыма сақтап қойыпмын. Зухрадинді іздеп көріп, тауып, сен қалай қойдырасың, айт маған. Мен елге айтайын деп айта жақпын, құдай берса. Қай жағында тұрады ол, Қарақалпақстан? Мен жаңадан намаз бастап едім дейді. Күйеуім дейді. Оқыма деп жатыр, не істейін, жолын айтыңызшы дейді. Оқи бересің, күйеу оқыма десе оқи бересің. Бірақ сен де оқыған осы екен деп 4 сағат спальняға кіріп жоғалып кетпе. Намаз оқыған осындай екен көрсетемін деп. Содан кейін ана ваннаның ішіне кіріп алып тұрып, тағы да 2,5 сағат жоғалып кетпе. Не істеп кеттім ау деп бәріміз отырмайық. Сондықтан да тез оқы. Сол дұрыс болады. Салауаттың сауабы адамға бара ма дейді, қайтқан адамға дейді, әлбетте. Салауат пайғамбарды ұлықтау, саллаллаху. Оны айтқан кезде ол сауап беріледі саған. Сен сауапты аласында, мен қайтыс болған әкеме, анама, атама, әжеме беремін десең, сол саған барады жан. Сыйлау, хиба деп айтамыз, хиба үкімін өтеді бұл. Қарақалпақстаннан кегейлді ме? Иншалла, барып көреміз ол Зухрадинді. Рекламасын зор қылдың әнілеген. Рекламасын жіберіпсің. Құда қаласа бір шақырса, бір көшт берсе, бір көштін жеп қайтан берсе. Салауатты тереңірек тұрсыңыз. Салауат бүкіл пайғамбарлардың, бүкіл ғалымдардың көтерілген жері салауат. Бүкіл ғұламалардың ғұламалық дәрежесі жеткен жері салауат. Салауатты қанша көп айтсаң, сонша көп дәрежең, мақамың жоғары өседі. Аллах Тағаланың әрбір адамның қасында аузының 2 асты үстінде 2 періште болады. Адамның қасында 16-ға жақын періште бар, соның 2-еуі мына ерінің үстінде, астында болады, біреу ішінде болады. Сонда кімде кімнің мына ерінен пайғамбарымызға саллаллаху салауат айтылса, сол періште, 2 періште тікелей барып жеткізуші болады пайғамбарға. Сенің бәленбай үмбетің, аты бәленбай, Түгіленбай, бәленбайдың қызы, Түгіленбайдың баласы саған салауат айтты дегенде, Аллах Тағаланың елшісі оған қуанған кезде Аллах Тағала саған арнайы періште беріп, сенің хақыңа да салауат айтылады. Ең ұлысын айтып отырмын. Бұдан басқа жерлер өте көп. Апаларым, атамның басындағы жазу өшіп қалыпты. Соны қайтадан жазу керек дейді. Сол дұрыс па? Бүйтіп краскамен бүйтіп сызып жазып қойса болады, ештеңе етпейді. Намаз оқығанда бір орында тұра алмаймын, неге дейді. Қалай тұра алмайсың? Жүріп кетесің ба, сонда или бүйтіп шайқалып тұрасың ба? Жүріп кетсең намаз бұзылады. Шайқалып оқылу макрух болады. Егер неконтрольный солай болатын болса, онда дем салдырып көр. Егер ол көбінесе дәрігермен болады. Бейбіт Шүменовтің істегені дұрыс па дейді. Әлбетте дұрыс емес. Біреуді ұрып соғу, кім болса болсын. Не дұрыс па не? Арақ ішіп алып машина айту дұрыс па не? Неге біз біреуді айтамыз? Неге бәріне, ол бәріне заң, бәрімізге ортақ. Кім болсаң ол бол. Президенттің, елбасының үстіндегі заңды өзі алып тастады. Несоприкасаемый еді, ондай болмайды деді. Неге бір адам дұрыс, қолдаймыз. Солай болу керек. Заң бәрінің алдында бәрі бір деді. Ажырасқан, бір қызым бар, қайта тұрмысқа шыққым келмейді, не істеймін дейді. Шығу керек. Жоқ, мен баламмен жетем, қызың бой жетеді, балаң үйленеді, сен жалғыз қаласың. Сондықтан, жас кезіңде біреу алам деп тұрса, бағың ашылсын бота. Зиратқа айшық қою міндетті ме дейді? Жоқ. Жөтелді қалай кетірсек болады? 6 жас бала қайталанып жатыр. Дәрігерге көріну керек. Не сөз ол? Кептердің жаңағы көгершінің сорпасын іш, тасбақаның
аяғын қайнатып істегендер көп, ақыл ол дұрыс па несі ол. Айналайын, 21 ғасыр ғой, поликлиника бар, барсаң қарайды, эндоскоп бар, бір бәле бар, аппарат бар, КТ бар, жаңағы тексеретін врачтар бар, өкпесін түсіреді. Неден болып жатыр? Мүмкін жөтелі бар, мүмкін қырнап бір полип шыққан шығар, мүмкін көп қой енді дәрігерлер. Соның жұмысы бар ғой. Шаршап жүрген әйелдерге мотивация беріңізші дейді. Неден шаршап жүр? Күйеуден ба, күйеуге шыға алмағаннан ба? Одан кейін әйелдердің бәрі шаршай береді. Қазір еркектер шаршап жүрген сияқты.